А, әйелімнің қынабы галош болып кетті, өзімді ішінде таппай қалдым. Бір ер азаматтан осындай хат келді, және бұл бір ер азаматтан ғана емес, көптеген ер азаматтар осы сынды хаттар жазып жатады. Яғни әйелім қынап кеңейіп кетті, сезбей қалдым деген сияқты. Енді расымен неге бала босанғаннан кейін әйелдің асты сондай галош сияқты кеңейіп кетеді? Ол барлығы мынау анатомияға байланысты. Біздің жатырымыздың астында қынап деген орган бар. Яғни ол жыныстық мүшенің жаңағы жыныстық қатынасқа түсетін орган, яғни еркектің жыныс мүшесінің кіретін жері. Дәл сол жерде бізде бұлшық еттер бар. Сол бұлшық еттер бала шыққан кезде созылады және қалыпты жағдайда қайтадан резина сияқты қалпына келу керек. Бірақ өкінішке орай қазір бұлшық еттер адамдардың отырып жұмыс жасауына байланысты, аз қимылына байланысты, жалпы кейде крупный плод дейміз ғой, жаңағы іштегі қатты үлкен болып кеткен кезде әйел денсаулығына байланысты, сосын мынау коллаген, эластин деген талшықтардың біздің ағзамызда аз болуы, витаминдердің тапшылығы бұлшық еттердің босанғаннан кейін созылып қайтадан қалпына келмей, сондай үлкен галош сияқты қалып қалуына ықпал етеді. Енді бұндай болмас үшін не істеу керек? Оны, яғни сол бұлшық етті шынықтырып отыруымыз керек. Жаңағы бұлшық еттермен айналысу керек. Әйел кегел жаттығу деген осыдан қаншама жыл бұрын Арнольд Кегел деген дәрігер акушер-гинеколог соны ойлап тауып, әйел қынабын қысып жіберіп жаттығу жасау керек. Сол арқылы көптеген проблемаларын шешеді деген бұрыннан тұжырым айтқан, және соны әйелдерге тәжірибе жүзінде дәлелдеген. Яғни қынабымен қысып жіберіп жаттығу жасаған әйелдер мен жаттығу жасамаған әйелдерді салыстырған кезде, босанған кезде разрыв кімде болады? Көбінесе сондай асты борпылдақ бос әйелдерде болады. Сол үшін күйеуіңізден сондай жаман сөз естіп, әйелім асты галош, не істесем болады, қынабы кеңейіп кеткен деп күйеулеріңіз хат жазбас үшін не істеу керек қыздар, қыз келіншектер? Тұрмыс құрмай жатып, уже қынаптың бұлшық еттерімен жұмыс жасау керек. Өйткені енді сондай орган ол. Біз күйеуге шыққаннан кейін бала тууымыз керек, дүниеге бала сәби әкелуіміз керек. Сол кезде біріншіден өзіңіздің денсаулығыңыз, астыңыздан жаңағындай жаман бұлпылдап, шылқылдап, ештеңке сезбей, күйеуің кіріп жатыр ма, шығып жатыр ма, дым сезбей жатқаннан гөрі, сосын босанған кезде борпылдақ, әлсіз бұлшық еттер тез жыртылып кетеді, разрыв болып кетеді. Сол үшін босанбай жатып, даже күйеуге шықпай жатып, сол жаттығуларды жасап бастауыңыз керек. Қазір не үшін мен қақсап, ойбай, астыңды тарылт, инфитнеспен айналыс деп қақсап жүрем? Именно ертең күйеуіңіз астың галош болып кетті, кеңейіп кетті деген сөзді естімес үшін. Және өзіңіздің денсаулығыңыз үшін. Бірінші кезекте денсаулық, екінші кезекте сіздің жыныстық өміріңіз, ләззат алу мүмкіндігіңіз. Сондықтан құрметті ер азаматтар, әйелдің асты галош болып кетті, кем болып кетті дегеннен гөрі, ол сізге бала туу үшін, сіздің ұрпағыңызды жалғастыру үшін сондай проблемалар болып жатыр. Ауыр зат көтергенде қынап кеңейіп кетеді, түсіп кетеді матка. Жақсы өмірден болып жатқан жоқ, ол әдейі істеп жатқан жоқ. Сондықтан әйеліңізге шын жаныңыз ашса, әйеліңізбен шын бақытты өмір сүргіңіз келсе, оның денсаулығын жақсы болғанын қаласаңыз, әйеліңізге инфитнес курсын алып беріп, оны шынықтырып, қынабын солай өзімен жұмыс жасауына мүмкіндік жасаңыз. Оған сенің астың галош деп ренжітудің қажеті жоқ. Тек қана сенің денсаулығың климакс ерте болмас үшін деп әйеліңізге айтсаңыз, сен всегда әдемі жас болып жүру үшін профилактикалық мақсатта деп айтсаңыз, әйеліңіз оны түсінеді. Сол үшін әйелдер ондай сөзді естіртпей, астың қынап, галош болғанға жеткізбей, профилактикалық мақсатта болып кеткеннің өзінде бірінші, екінші, үшінші дәрежеде инфитнес арқылы қынапты көтеруге болады. Әрине төртінші дәрежеде тек қана операция, кесіп, тігіп тастау. Бірақ тігіп, кесіп тастаған операциядан кейін де кейде органдар түсіп жатады. Мен сондай асқынуға жолды бермес үшін қыздар, жігіттер интимный фитнеспен айналысу керек. Менің интимный фитнесті осы Қазақстанға айтып, қақсап, зарлап жүргенім скоро 5 жылдың жүзі болады. Интимный фитнес біздің Қазақстанда қуаныштымын, өте қатты жақсы дамып жатыр. Тренерлер көбейіп жатыр. Одан тек қана сіздер отасыздар. Қалаған тренеріңізге барыңыз, шынығыңыз, өзіңіздің денсаулығыңызға немқұрайлы қарамаңыз. Ал сіз интимный фитнеспен айналысып жүрсіз бе? Интимный фитнес деген дүниеге қалай қарайсыз? Әрине, интимный фитнеске арналған, сексологияға арналған Instagram парақшам бар. Астына ссылка қойып қоямын. Сол парақшада көбірек айтамыз. Әйел денсаулығына қатысты гинекологиялық бағытта жүргізетін тағы бір басқа парақшам бар. Жанна Төремұратова деген және Отбасы академиясы деген екі Инстаграмда парақша бар. TikTok каналымыз бар. Сол жерде тегін жаттығуларды кейде үйретеміз прямой эфирде. Сол үшін міндетті түрде
ең бастысы өзіңіздің денсаулығыңызға, өзіңізге уақыт бөлу және қаражат бөлу, өзіңізді былай тастап жібермеу. Күтемін сіздерден комментарий.